общем, Шымкентте тағы бір күн қалып кеттік. Мен сіздерге қазір алған үйдің рум-турын көрсетейік. Так, мына бірінші комната. Мына жерде примерно телевизор көруге болатын, телевизор. Кішкене дәу екен. Бірақ мына постелінде тұрған кішкене қат екен. Так, кухня. Маған примерно по-любому кірмеймін да, ешнәрсе пісірмеймін да. Оның үстіне тамақтар пісіретін. Туалет, ваннасы. Неплохо. На свет, на жерге екен. Сразу қосу керек еді. Так, мен ұйықтайтын комната екен. Вот и я. Сол. Жалғыз өзім жүрмін. Бір қандай бір. Главный нәрсе осындай үйлерде бір мына комнатада жатқан кезде телевизор көріп, ар жақтан бір бәле тықырлап, сондай бір нәрсе болмаса екен деймін да. Так, бәрі әдемі. Балкон кішігірім. Гольф ойнайтын деп отыр екен. Сол, скромно, красиво. Ең қатты ұнамай тұрған нәрсе ол айна. Потому что айна ол арғы әлеммен кішкене связь дейді. Поэтому ар жақта ол бөлек әлем дейді айнаның артында. И осы айнаны негізінде жабу керек дейді. Бірақ екі айнаны да жаба алмаймын ғой. И осы нәрсе кішкене ұнамайды да. Бірақ амалға doğru деп жатырмыз енді. Зарина маған ренжіп тұрған сияқты. Богатый смех болғанда дәл қазір бедный болып тұр қыз. Ренжімеңдер. Сөздің ашығы. Конкретно оған ғана жарасады. Заринаға ғана жарасады лахмет деген. Басқа айтамаймын ешкімге. Лахмет деген кезде өзің кішкене вах оқығансың ғой. Ема, это же необычно. Это же просто необычно. Ну и че, значит?